Құран кәрімде Аллах тағала айтады: "Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат". Аллах тағала сендердің іштеріңде иман келтіргендерің мен білімінде озат болғандардың дәрежесін көтеріп қояды дейді. Иман менен білім ұштасқан кезде адамзатқа пайда беретін білім әкеледі екен. Ал егерде имансыз білім болатын болса, мысалы атомный ядерный оружиені ойлап тапқан адам, ол ақымақ емес, ол ғалым адам, бірақ адамзатқа зиян келтіретін нәрсені ойлап тапты. Ал соны иманмен ұштастырған кезде бәлки адамзатқа, мысалы компьютер, интернет секілді сонда бір пайдалы нәрсені ойлап табатын бет деген нұсқау ғой. Мектеп жасындағы балдарды әлі толыспай тұрып, көзқарасы қалыптаспай тұрып, дүнияуи білімдерді өзіне толықтырмай тұрып, шариғи білімге апарып тығып қою деген ол нағыз ақымақтық, өрескел қателік. Неге десеңіз, бізге мына жалпы дүниені тану үшін, адамның кругозоры үлкен болу үшін, ол мектептің білімі балаға міндетті. Мысалы үшін мен өзім баламды ағылшын тіліне берем, орыс тіліне берем, кружоктарға берем, және өзім үйде қадағалап отырам. Математикадан 5 болсаң, барлық сабағың 5 болады. География, астрономия бәрін ол қамтыған кезде мектептің қабырғасында, ертең шариғи білім менен дүнияуи білімді ұштастырып, оның бір жеке тұлға, бір ғалым, дара ғалым болып шығуына осы үлкен себеп. Ал енді тек қана шариғи білімді алып қана отырып қалу, ол былайша айтқан кезде бір бөлменің ішінде отырып қалған бала секілді болып қалады, сыртты көре алмайды. Бейіміне қарай баланы тәрбиелейтін болсақ, біз бұндай олқылықтарға, надандықтарға ешқашан ұрынбаймыз. Пайғамбар саллаллаху заманында бір топ яһуди дейді, тұтқынға түскен кезде мыналарға не істейміз дейді. Пайғамбар саллаллаху сахабаларменен кеңеседі. Сол кезде Абу Бәкір айтады: осылардың ішінен білімділерін көріп тұрмын дейді. Сол әрбір білімді біздің онымызға білім үйретсін дейді. Яһуди түсінікті нәрсе ғой, ислам дінін ол меңгермеген ғой. Демек ол дүнияуи білімді меңгерген, пайғамбар соны құп көріп, бір 10 мұсылманға білім бергізеді. Дүнияуи білімде, шариғи білімді де іздену, ол сауап болып есептеледі. Ислам діні, ғылым діні, Аллах тағала ең бірінші түсірген аятта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы деді. Сондықтан да дінді бекем ұстанған адам, дінге терең кірген адам, ол ешқашан ғылымды жоққа шығармайды. Керісінше ғылымды қолдайды.